Ассалаумағалейкум баршаңызға, қымбатты достар. Біздер бүгін айтулы мерекеге яғни Сәкен ағамыздың ұлының құдалық тойына келіп қалып жатырмыз. Бүгінде осы құдалықта бас президентіміздің Нәзира әпкелеріміздің бірі. Құдаларды күтудеміз. Бізге қызмет көрсетуге, өнер көрсетуге келген тұмар ансамбль. Халық мың жылдық болсын. Adam. Adam işin arası var ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başsakın. Mangıstaş'a git batın kaçakta. Бәрекелді хал жайғасай хан төрлеріңіздің дамыңыздар, баршаларыңыздың орындарыңыз бар. Бәрекелді Майғазы әулетіне алыстан ат рет келіп жатқан Маңғыстаудан келіп жатқан маңғыстау құдалар, келген қадамдарыңызға гүл бітсін шыққан хан төрлеріңіз құтты болсын дегіміз келеді. Бәрекелді келіңіздер, көңіліңізге еліңіздер, қыз өсіріп қыз берген айналайын сіздерден. Жайғасай келіңіздер. Баршаларыңыз орындарыңыз бар. Өзім жақпын көндірді. Әулеттің көндірі, нардай нағашылар. Өзіміз жақтан да келіңіздер, бәрекелді. Келе қойыңыздар, жайғасай. Қыртай. Олдық. Ай! Менің мұрным құсап атыр ғой. Жазды күні аллергиясы бар мұрным құсап атыр ғой. Мына жерде, енді менің маған бейтаныс емес. Мендегі Ақтөбе, Ақжан, Ақтау қуанып жатыр. Негізі адайдың қыздарынан жүрегінің түгі бар еркектер ғана қыз алады. Сондықтан да біздің баламыз бұл жерде батырлық көрсетіп тұр. Сол адайлардың қыздарының ішінде ең әдемісі, ой Аллай, қайнененің топырағына деген енесінен айырмайтын қыз тауып алғанда мен таң баршы. Бұл енді біздің Динара көзіне мақтап жатқан жоқпыз. Өзінің енесін қалай күткенін, өзінің қай жұртымен қалай араласқанын, тіпті жай ғана қонаққа барғанда ана жерде отырып барлығына келіп иіліп сәлем беріп жатыр. Осы кішіпейілділігі Динараның көпшілігі Сәкенді өзінің күйеуі ретінде емес, елдің алдындағы азаматы ретінде. Ер азаматы бар әйелдің дейміз ғой, елдің алдында жүрген ұяты маған келеді деп сондай көзқараспен қарайтын келініміз. Ендеше сіздің қыздарыңыз біздің келініміз қош келді. Динараға айтып жатыр, ойбай, өзіңде бөлмесің ғой, сен ене боласың ба? Бірақ Динараның үйретері өте көп. Сәкен біздің көпшіл, Сәкенді мен мақтамаймын, өйткені сіздер көріп жүрсіздер. Ең бастысы көз алдымызда өскен осы інілеріміздің құда болып жатырдан кезде маған әлі бөпе сияқты әділет деген кішкентай талдан талға секіріп тізесін қанатып жүретін кеше ғана. Енді мінекей отау құрып, мінекей араласып, құраласып қыз деген өріс дейді. Сәкеннің Майғазиевтер шаңырағына келіп жатсыздар. Ана жақта анамыз өкініш қарай келе алмай жатыр. Бірақ осы көріп жатқан сіздердің мына ізет құрметтеріңіздің барлығына қарай келе алмай жатыр. Бірақ осы көріп жатқан сіздердің мына ізет құрметтеріңіздің барлығына мен бір-ақ нәрсені айтамын. Анау қара шаңырақтағы мен апаның тәрбиесі. Соның мектебі. Ендеше қош келдіңіздер. Әділет өзінің микрофоны қайда? Екеумізге бір микрофон бар. Әділет екеуміз бастаймыз. Енді Данияр екеуміз бастаймыз, әділет деп жатырмын, жақсы. Сіздер енді қош келдіңіздер, бірақ дегенменен Данияр негізі қош келдіңші үйдің иесі бір айту керек, негізі. Отағасы бір қош келдіңменен ұқсатынды беру керексің дастарханға. Біз өткенде асабаның аты асаба,
қазаққа салт. Енді осы мына шапанды табыстауға рұқсат етіңіздер. Өзгеше болу үшін енді сіздер өзгеше құда дейсіздер ғой енді. Мен ойлаймын ары қарай да әрқашан өзгеше болып отырады. Сондықтан мына Сәкен мырзаға Заманауи болсын дейсіз. иә, заманауи болсын. Ал жабай. Стильный сондай шапан, заманауи. Бүгінгі погодаға арналған как раз. Бұл енді жігіттер анау өзге деп, мына қазақтың киімі өзгеше болсын деп әрекет жасап жүрген жігіттер. Оверсайз. Алая. Оверсайз еще ана әлемге әйгілі джинсиді әкеліп қазақшаға басын кигізіп қойған шы. Это джинсиді. Береген оригинальный. Бүгінгі погодаға керемет мынау. Енді кімге? Мынау енді Сәкен мырза келін түсіріп жатыр ғой енді. Иә. Осы қақпаның кілті мына жерде. Мынау Сәкен Майғазиевтің өзінің таңбасы. Осыны сізге Динара екеумізге табыстады деп еді. Үйлеріңіздің осы бақыт кілті болсын. Үйлеріңіздің бақыт кетпесін деп. Әмин. Динара ханым. Динара қайдасын бір жерді ұстап қой. Бәрекелді. Ой, қандай. Динара әпкеміз қайда? Динара Келе келе қойса. ғой. Қақпаның кілті дейтіндер. Ана біз Қайрат Жорбай мырзаға рахмет. Ислам ғалымы, ғұламасы, қазақтың мақтанышы. Қаншама ғылыми еңбектері бар. Осы дәстүрмен дінді дәріптеп жүрген асыл азаматтардың бірде бірегейі. Мен қақпаның кілтін ұсынып жатыр екенмін. Асыл қазақта. Келе қойса. Міне, заманауи. Адайлар кетті. асты көтеріп келе жатқан анау жігіттерді айтшы. Ой, бірден. Мынаның мұрны маған ұстапты. Ал, қоя қой асты. Ақшадан болмады. Баста бар, сида бар, бәрі келді. Қойбаңыздар. Міне, қарасаң. Динараның сіздерге арнайы құдаға бірінші беріп жатқан үлкен асы ал. Барлығымызға жұғысты болсын. Сидабақ келіп жатыр. Құдаларға келші ойбай өстіп тұрсын. Көтер алмай тұрсын ба, келіңіздер. Сидабақ. Әкелдер. Бұл енді құдалардың алдында кететін табақ қой. Бір жерде сый табақ, бір жерде құда табақ, бір жерде қос табақ. Содан кейін, тағы бір сюрпризіміз бар. Қыздар. Тұра тұрыңыздар. Микрофон, қыздар. Жанарбай, тұра тұрыңыз. Сый табақ табыстырыңыздар. Сидабақ.
Алтындай майға бауырдай жақын болайық деп Алпысшықтағы қыздар келіншектері опытный болар еді. Құда дегізген, Баян. үйрек бауыр жегізген, ойналайын ұл-қыздан осы күнге жеткізген. Үлкен құда, бас құда, кіші құда, жас құда, үйрек бауыр жемесек, есте отырмыз бас құда. Құда дейсің-ау, бұйрық бауыр жейсің-ау, бұйрық бауыр жемесе, есме құда дейсің-ау. Үлкен құда, бас құда, үлкен құда, бас құда, кіші құда. Ağzını açtığına bizim kulağımday başından da salmaktır. Kuyruk bağı basaramay, istivanla varmakta.